Қайырлы күн әріптестер. Сіздерге қазақ тілі пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы бойынша 9 және 10 сыныптың оқу бағдарламаларының мазмұны туралы терең тоқталамын. Жалпы таныстырылымда қарастырылатын сұрақтар. Біріншіден, оқу бағдарламаларының ерекшелігі неде? Екіншіден, мәтін дегеніміз не? Мәтін талдаудың қажеттілігі неде? Деген сұрақтар аясында өз ойымды баяндайтын боламын. Жалпы мәтін талдауға осы таныстырылымда тоқтаудың басты себебі 9-10 сыныптарда оқушылардан мәтінді өздігінен талдай білу, мәтінді тани білу дағдылары еркін меңгеріледі деп күтіледі. Енді жалпы оқу бағдарламалары бойынша қысқаша тоқталар болсақ, 9 сыныпта аптасына 2 сағат ұсынылады, 9 тақырып беріледі. Ал 10 сыныпта жаратылыстану математикалық бағыты бойынша аптасына 1 сағат, ал қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша аптасына 2 сағат ұсынылады. Жалпы 10 сыныптың бұл 2 бағыты бойынша айырмашылық тек тақырыптарында ғана көрініс табады. Яғни жаратылыстану математикалық бағыт бойынша 5 тақырып берілген, 10 сыныптың қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша 9 тақырып берілген. Жалпы тақырыптардың мазмұнына келетін болсақ, кең ауқымды, үлкен көлемді мәселелерді қозғайтын, әртүрлі саланы қамтитын тақырыптар берілген. Енді жалпы бұл лексикалық тақырыптардың ұсынылу ұтымдылығы неде? Біріншіден, оқушыларға күнделікті өмірде кездесетін тақырыптарды, мәселелерді қамтиды. Екіншіден, бұл тақырыптар жаратылыстану математикалық, қоғамдық гуманитарлық салаларға байланысты тақырыпты, яғни лексиканы, терминологияны, мәселелерді қамтиды. Сонымен қатар пән мен тілді кіріктіру жүзеге асырылады. Пән мен тіл деп тұрғанымыз, яғни егер бала жаратылыстану математикалық бағытты таңдаған болса, физика, химия, биология пәндері аясында оқушыларға өз білімін қолданып, сол салаға байланысты академиялық тілді меңгеруге мүмкіндік пайда болады. Сонымен қатар 6, 7, 8 сыныптардағыдай біздер оқушылардың сөйлесім дағдыларын дамытуды әрі қарай жүзеге асыратын боламыз. Яғни оқушылар ауызша, жазбаша сөйлеу формаларын еркін меңгереді, тұтас және тұтас емес мәтіндермен жұмыс жасайтын болады, және мақсатты аудиторияға сай тілдік оралымдарды пайдаланып, әртүрлі жанр мен стильдегі мәтіндерді құрастырады, және вербалды, бейвербалды техникаларды пайдаланып, көпшілік алдында сөйлеу мәдениетін игеретін болады. Енді оқу мақсаттары өздеріңіз білетіндей шиыршық принципі негізінде ұсынылады. Үлгіні қарайтын болсақ, мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау деп аталатын оқу мақсатын қарастыратын болсақ, 9 сыныпта әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салғастыра талдаса, жай ғана талдаса, 10 сыныпта мақсатты аудиторияға сай қызметіне тоқталатын болады. Яғни публицистикалық стильдегі белгілі бір мәтіннің әртүрлі аудиторияға сай қызметі қалай көрініс табады? Әрине, тілдік құралдар арқылы, тілдік құралдарының ерекшелігі арқылы көрініс табады. Енді жалпы мәтін деген мәселе оқу бағдарламасында қалай көрініс тапқан? 10 сыныптың оқу мақсаттарының қысқаша үлгісін қарастыратын болсақ, тыңдалым айтылымда, оқылым жазылымда және әдеби тіл нормаларында мәтін деген тірек сөзді үнемі кездестіріп отырамыз. Яғни оқушы мәтінді тыңдай оқи отырып, негізгі идеясын түсініп, не қажетті ақпараттарды анықтайды, астарлы ойды түсінеді, әртүрлі жанрдағы стиль мен мәтіндерді талдайды, және көзделген аудиторияға сай әртүрлі жанрда, әртүрлі мақсатта мәтіндер құрастырады. Әдеби тіл нормаларын сәйкесінше қолдана біледі деп күтіледі. Яғни оқушы мәтін тану процесінен мәтін тудыру процесіне жүріп отырады. Яғни екеуі де үнемі қатар жүріп отыратын процесс. Жалпы мәтін дегеніміз не? Дегенге келетін болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы өзінің еңбегінде былай деп түсіндіреді. Сөз өнерінен жасалып шығатын нәрсенің жалпы аты шығарма. Сөз ол аты қысқартылып шығарма деп айтылады. Ауызша шығарған сөз болсын, жазып шығарған сөз болсын, бәрі де шығарма болады.
немесе Зәуреш Шаршыбекқызы Ерназарова өз еңбегінде мәтін деп сөйлеуші мақсатына сай аяқталған ойды білдіретін немесе бірнеше сөйлемдерден тұратын сөйлемдер тізбегі деп атап көрсетеді. Яғни мәтінге байланысты әртүрлі ғалымдар әртүрлі анықтама береді. Сайып келгенде олардың айтпақ ойы мәтін ол біздің ауызша немесе жазбаша білдірген ойымыз. Жалпы бағдарламада мәтін түрлері мен жанрлары оқушының жасына ерекшелігіне сәйкес толықтай қамтылып ұсынылады. Яғни мәтін түрлері бойынша әңгімелеу, сөйлеттеу, пайымдау мәтіндері ұсынылады. Жанрлары бойынша қысқа хаттан бастап мақала, әңгіме, презентация, тұжырымдама, тезис секілді әртүрлі жанрдағы мәтіндерді оқып түсіну және оларды құрастыру ұсынылады. Жалпы мәтін екі топқа бөлінеді. Ол шағын мәтін және көлемді мәтін. Шағын мәтіндерге өзіміз білетін афоризмдер, мақал-мәтелдер, фразеологизмдерді жатқызамыз, ал көлемді мәтінге газет, ғылыми журнал, мақалалар, монография, ресми іс-қағаздары, роман, повесть, яғни әртүрлі көлемдегі мәтіндерді жатқызамыз. Жалпы мәтіннің функционалдық қызметіне неге назар ауды? Бұрын тек қана структуралық лингвистика тұрғысынан қарастыратын болсақ, қазір мәтінді функционалдық лингвистика тұрғысынан қарастырамыз. Яғни мәтінді қарастырушы адам, оның айтпақ ойы тұрғысынан қарастырамыз. Енді мәтін талдауда қолданылатын негізгі ұғымдар мыналар. Мәтін тудырушы адам, яғни автор, адресант, таңба иесі. Мәтін таңба немесе тілдік таңба. Мәтінді оқитын адам адресат немесе аудитория. Әсер етуші күші бар тілдік құралдарды прагматикалық тілдік құралдар дейміз. Яғни автор не себепті белгілі бір сөз тіркесін қолданды. Оның әсер етуші күші қандай деген сұрақтар аясында қарастырамыз. Сонымен қатар таңбаралық қарым-қатынас адресат пен адресанттың қарым-қатынасы. Яғни мәтінді құрастырған автор мен оны оқитын аудитория арасында қандай қарым-қатынас орнады. Сөздің мақсатқа сай қызметін өзгертіп қолдануды бұны сөз ойнату деп атайды. Жалпы мәтін талдаудың маңыздылығы 3 деңгейден өтеді. Оқыған немесе тыңдаған мәтін арқылы білімді игеру. Екіншіден, алдыңғы қадамда игерген білімді пайдаланып, өздігінен ауызша жазбаша мәтін құрау. Үшіншіден, көсем сөз шебері деңгейіне жету. Енді оқыған немесе тыңдаған мәтінді талдау жасау арқылы оқушылар келесі дағдыларды қалыптастыратын болады. Мәтіннің көмегімен автордың ойын түсінеді. Мәтін арқылы белгілі бір мәселеге автордың көзқарасын анықтайды. Мәтін арқылы адресант пен адресант арасында қоғамдағы әлеуметтік орны, тұлғалық ерекшелігі анықталады. Яғни адресат кім, қоғамдағы олардың орны қандай. Содан кейін адресанттың тілді қолдану шеберлігі өлшенеді. Қаншалықты ол шебер қолдана білді, толық қолдана білді, аудиториясын жеткізе білді. Одан кейінгі мәселе автор мен аудитория арасында қарым-қатынастың орнауы, қарым-қатынас нәтижесінің көрінісі. Мысалы, кейде оқырмандар авторға өзінің жұмысына баға береді, кері байланыс береді, хат жазады. Өстіп автор мен оқырман арасында қарым-қатынас орнайды. Және мәтінде көтерілген қоғамдағы саяси ахуал, өмір шындығы. Енді қысқаша Жүсіпбек Аймауытовтың қысқа мәтініне тоқтала кетсек, бұл Қартқожа романынан алынған қысқа үзінді. Енді бастапқы сөйлемдеріне ғана оқып өтелік. Мидай жазық, кең дала, жел жоқ, күн шуақ. Аспанда ақ сабының көбігіндей ақмақтадай бұлттар. Шекке қызар ми қайнар уақыт. Инелік, шегіртке, бөгелек, масаның қалың шөптің арасынан ұшып, әуені қаптап, шарықтап, олай-бұлай жүйткіп, шыр-шыр етіп, қанаттары дырылдап, ысылдағаннан басқа, екі аттың пысқырып, құйрығы суылдап, аяғын тебініп, бөлек жасқағаннан басқа, анда-санда шық-шық етіп, торғайдың дауысынан басқа, жаңғырыққан ешбір тықыр не бірі естілмейді. Қартқожа сайын далада киімін шешіп жайрап, көйлекшең жалаңбас көк шөпке бауырын төсеп, күнге қарап, қошқыл маңдайынан тері шып-шып шығып, кітабын оқып жатыр. Ол кітапқа ынталанғаны сонша демін де білдірмейді. Енді оқушыға сұрақ: мәтіндегі адресант кім? Бұны сипаттап отырған адам туралы
қандай ақпарат алуға болады? Қысқаша жауабына тоқталатын болсақ, адресант ауылда өскен адам, қарапайым отбасынан шыққан, оған ауыл өмірі етене таныс. Адресант таза қазақ ортада тәрбиеленген, өсімдіктер мен жәндіктер атауын жақсы біледі. Адресант оқыған, білімді жан, ол оқырманды қызықтыра алады, теңеу және эпитеттерді қолданып шығарманы көркем баяндайды. Автор морфологиялық қайталаманы қолданып шығарма тілінің оқырманға әсер ету күшін арттырады. Яғни өйстіп оқушы мәтінді қысқаша талдай білсе, ол мәтіндегі астарлы ойды түсінеді, мәтіндегі ақпаратты түсінеді, өзі де аудиторияға сәйкес әртүрлі мәтіндер құрастыру деңгейіне жетеді деп сенеміз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.